Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді баунти рулетін дайындаймыз. Бізге қажетті заттар 350 грамм печенье, 100 грамм қайнатылған су, 20 грамм какао, 100 грамм құмшекер, 1 чайный ложка ванилин қажет. Ең алдымен печеньемізді езіп аламыз. Блендерден өткізіп аламыз. Блендер жоқ болса, қолдарыңызбен майдаласаңыздар болады. Үстінен какаомызды саламыз. Ванилинімізді саламыз. Құмшекерімізді үстінен салып, 100 грамм қайнатылған ыстық суымызды құямыз. Араластырамыз жақсылап. Қолымызбен араластырамыз. Біркелкі масса қылып шығарамыз. Бізде осындай қамыр пайда болады. Одан соң қызып тұрған табамызға 100 грамм сүтімізді құямыз. Үстінен 4 ас қасық құмшекерімізді саламыз. Құмшекеріміз ерігенше араластырамыз. Осылай сүтіміз қайнаған соң, үстінен 50 грамм кокосовый стружкамызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Видеоларыма лайк басып, комментария жазуды ұмытпаймыз. Үстінен 1 ас қасық картофельный крахмалымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластырып тұрамыз. Міне біздің баунтиіміздің кокосовый стружкамыз дайын. Енді пищевой пленкамызға дайын болған қамырымызды салып, қолымызбен жайып шығамыз. Осылай етіп жайып шығып, үстінен дайын болған начинкамызды салып, жайып шығамыз. Осылай барлық жерінен жайып шығамыз. Одан соң рулет етіп ораймыз. Қаттылау етіп ораймыз. Одан соң қолымызбен қысып морозильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Осымен біздің өте дәмді баунти рулетіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.